Қойдың бас сүйегі қызыл, жасыл, қоңыр түстерге боялған, екі шиге жасыл, қызыл, сары жүннен иірілген жіп оралып, кеңсіріктің екі жағына сұғылған. Бұл қандай ырым? Мұның астарында мал аурулары осы басқа көшеді деген наным сенім жатыр. Ауру көшіріліп, боялып, қиқым шүберек ілінген. Бұл осы жоралғы үшін арнайы сойылған қойдың бас сүйегі. Демек, орталық музей қорында сақталған мына жәдігер ауру сырқаудан қорғап сақтайтын киелі зат ретінде қойылған. Бас дүниенің, жаратылыстың бастаушы күші деген ежелгі наным сенім бар. Сондықтан қойдың піскен бас сүйегін жасы үлкен сыйлы қонаққа ұсынған. Бұл жоралғыны қазақ бас тарту деп атайды. Үйітілген қойдың басын піскен соң маңдайынан айқастыра тіліп, тарту ырымын жол ашу деп атайды. Онысы тігінен түскен біздің жол, көлденең түскен сіздің жол деп ырымдағаны. Тағы да қазақша факт. Қазақтар қонаққа бас тартқанда оң жақ құлағын кесіп алып, оны үйдің кенже баласына береді де, қонаққа оң құлақсыз тартады. Бұл ырысым, несібем, өз үйімде, босағамда қалсын дегені. Халқымызда әкесі тірі адам бас ұстамайды деген ырым бар. Бұл үлкенді сыйлау әдебін көрсетеді. Яғни әкең тұрғанда одан асып бас ұстау әдепсіздік. Қазақтың әрбір ырымында терең пәлсапа мен ізгі ниет жатыр. Ал біз қазақша факт айдар арқылы осыны ұғындыруға тырысып келеміз.